Қайырлы күн, менің есімім Нұрасыл Тоқбай, бизнес коуч боламын. Жалпы бүгінгі тақырыпты орг схемаға арнағым келеді. Егер де орг схема деген не екенін түсінбесеңіз, мен түсіндіріп кетейін. Жалпы компания жүйелі жасау үшін ең маңызды осы жүйемен жасау керек. Орг схема болу керек. Орг схема болмаса бізде компания бардак болады, бір-бірін түсінбейді. Қандай функция атқару керек, қандай жауапкершілік, күтілетін нәтиже, ешқандай система болмайды. Сондықтан компания жүйелі жасау үшін бізде орг схема міндетті түрде болу керек. Мысал айтқанда біз өзіміздің отбасымыздан алайық. Мысалы үйде атамыз бар, әжеміз бар, мысалы әке шешеміз бар, оның ұлы бар, немересі бар демекші де. Ол жерде кім басшы болады? Әрине ақылшы ол жерде ата әжеміз болады да. Табыс табушы, өндіруші ол әке шешеміз болады көбіне де. Олар еңбек етеді, үйге тамақ алып келеді демекші, көмекшілері балдар демекші. Сондай система сияқты компаниямызда да болу керек. Және де әр ішіндегі негізгі бөлімдер бар, солардың атаулары бар. Енді орг схемаға көшейік. Орг схема 7 негізгі бөлімнен тұрады. Біріншісі административті бөлім деп аталады. Ол 7-ден басталады. Себебі 1, 2, 3, 4, 5, 6 ары қарай 7-ден кейін 8 қайталанып кетпеу үшін ол глобус сияқты ғой. Мысалы глобус жайылып тұрғанда ол белгілі бір үлкен бір бетте тұрады. Ал орағанда бір дөңгелек система болады да. Ол қайталанып тұру керек. Бір айналғаннан кейін ол екінші точка, үшінші точка масштабқа шығуға болады. Ол толыққанды айналмай, біз ешқашан масштабқа шыға алмаймыз. Себебі өніміміз шикілса, онда өзін қаламайтын затты өзгеге біз бере алмаймыз. Сондықтан әбден жүйеге түсіргеннен кейін, сапа болғаннан кейін біз масштабқа шығамыз. Негізгі 7-ші административті бөлімге көшейік. Ол не? Біз бизнесті ашарда бізге бірінші идея келеді. Мысалы осындай нишада мен осы бағытта бизнес ашқым келеді демекші да. Және де біз не істейміз ол жерде? Жаңа стратегиясын құрамыз. Біз егер де партнермен бастасақ, партнер арамыздағы келісімшарт, мысалы қаншаға бөлсеміз демекші, жаңағыда екеуміз арамыздағы келісімшартты реттейміз. Егер де өзіміз жасасақ та, бұл жерде негізгі стратегияларға көңіл бөлу керек. Финансовый стратегия да, жаңағы қанша жалпы точка безубыточностьға шығып кету үшін бізге қанша ақша керек, жаңағы біздің өндіріске қанша ақша керек демекші да. Одан кейін бізде технологический стратегияда біз мысалы нарыққа беретін өніміміздің жаңағыдай ерекше бір технологиясын біз жазуымыз керек. Сосын маркетинговый стратегия, біздің жалпы жарнамамыздың стратегиясы қандай болады. Персоналды құру стратегиясы болу керек, бізге қандай адамдар керек демекші. Соның барлығы бастапқы этапта біз стратегиясын құруымыз керек. Ол стратегиясыз біз ешқайда бара алмаймыз. Одан бөлек бұл жерде ниетте түзелу керек та. Ниетіміз қандай? Ниет деген цели, замысыл, мақсат және ниетіміз. Бұл жерде жаңағы идеалды картинамыз болу керек. Стратегия хотя бы 5 жылға. Миссиямыз айқындалу керек. Бұл жерде политикамыз жазылу керек. Осы заттың барлығы бастапқы этапта жазылатын болса, ары қарай бізде командамен жұмыс жасауға жақсы болады. Сіздің жұмыс қызметкеріңіз түсінеді да, сізде не компания, қандай өнім, қайыққа бара жатыр. Соның барлығы егер де басында түсіндірілетін болса, жақсы болады. Енді 7-ден кейін сіз барлығын планыңызды құрдыңыз, стратегияңызды құрдыңыз, миссия, мақсатыңызды айқындадыңыз, қандай адам керек, қанша ақша керек, бәрін ойластырғаннан кейін ең бірінші бізде бөлім ол персоналды басқару бөлімі. Персоналды құру және басқару бөліміне келеміз. Ол жерде жаңа негізгі 3 ішкі бөлімшеден тұрады. Біріншісі воронка найма. Бізге керек адамды дұрыс ала білуіміз керек. Және де дұрыс жұмысқа енгізе білуіміз керек. Вот в должности. Одан кейін біз оның қадағалауын жасауымыз керек. Инспекция дейді ғой, оның статистикасын қарауымыз керек. Ол бізге табыс алып келіп жатыр ма, немесе алып келмей жатыр ма. Негізгі 3 бөлімшеден тұрады. Оның өзі бір үлкен ішіндегі бірнеше функциялар бар істелетін. Мысалы, воронка найманың өзімен тек қана адам алып, бірақ ар жағында бізде функциональный обязанность күтілетін міндеттеме вот в должность жасалмаса, онда бизнестің жүйесі жоқ. Сондықтан біз толыққанды осы үшеуінде ішіндегі амалдарды жасауымыз керек. Одан кейін біз дұрыс адамды дұрыс ала білдік, дұрыс вот жасай білдік, және де дұрыс статистикасын енгізіп жүрсек, бізде келесі этапқа көшеміз. Ол коммерциялық бөлім. Коммерциялық бөлімнің ішінде маркетинг бар, және де сату бөлімі бар. Екеуі бір бөлімде, себебі екеуі бір-бірімен байланыста болу керек. Сол кезде бізде жарнамамыз жақсы болады. Енді жарнама бердік, сату бөлімі сатты. Одан кейінгі үшінші бізде бөлім, ол бізде финансовый отделение дейді, финансалық бөлім. Ол жерде
доход, кіріс, шығыс, учет. Осы үш нәрсеге жауап береді. Учеттің ішіне бухгалтерия да кіреді. Енді ақша бәрі келді, учетымыз дұрыс болып жатыр. Енді бізде не кетеді? Төртіншісі технический бөлім. Технический бөлім, ол өндіріс бөлімі десек те болады. Мысалы, өндіріс бөлімі болатын болса, мебель шығаратын болса, ол жерде не істейді? Закуп жасайды. Ақша түсті, ақшадан кейін бізде закуп болады. Закуптан кейін складирование, сосын учеты бар ішінде. Одан кейін бізде өндіріс болады. Өндірістен кейін доставка, монтаж демекші. Осындай этаптардан тұрады. Егер де қызмет көрсетуші кішкентай компания болса, контора, мысалы адвокатский конторада, бұл жерде бір-екі адам жасау мүмкін, бірақ осының барлығы сол жерде де жасалады. Мысалы айтқанда, оның өндіріс бөлімісі, технический отделение ода неден тұрады? Ода өнім не? Ода қызмет көрсетуді, белгілі бір консультация беру, немесе бір договорын жасап беру, немесе сотта қорғау демекші, жаңағыдай бір белгілі бір өнімдері бар. Ол жерде де не бар? Келген клиентті тіркеу бар, қызмет көрсету бар. Өнімін бергеннен кейін бізде келесі этапқа көшеміз. Ол сапа және квалификация дейді. Мысалы, біз біреуге мебельді тұрғызып бергеннен кейін, біз сол бойда немесе келесі күні біз соғып білуіміз керек. Амандасып, содан кейін бар, осы кешегі мебеліңіз құтты болсын, жалпы сіздің ойыңыздан шықты ма, егер де ұсыныстарыңыз болса, айтып отырсаңыз демекші. Олар сосын айтуы мүмкін. Мебель жақсы ұнады, бірақ сыртын жырып алып келді балдар, қисық құрып кетті, немесе есігіңіз дұрыс емес демекші, жаңағыдай кемшіліктерді айтады. Сол арқылы біз не істейміз? Бесінші квалификация және сапа бөлімі қайттан өндіріс бөліміне келіп, жаңадан стандарт құрады. Мысалы, грузчиктер жырып алған болса, грузчиктерге үйретеді. Келесіде үш этаждан жоғары болса, адамды шақырыңыз, 4 адам болып көтеріңіз, лифтке былай салыңыз, упаковкасы сыртындағы қалың алу керек демекші. Сондай сапамен жұмыс жасайды. Әбден сапа жақсы болғаннан кейін, соңында клиент өте жақсы, сіздің сапаңыз жақсы, нарықтағы ең жақсы компания сіз деп айтатын болса, сіз уже түсінесіз, сіздің өніміңіз уже жақсы болған. Содан кейін бар, бізде жұртшылықпен байланыс департаменті бар. Ол жұртшылықпен байланыс департаменті неге жауап береді? Ол жаңағы жақсы сапаңызды жарнамалайды. Блогерлерді шақырады, телевидение, радиоға, түрлі жарнамаларға шығады, водный процедуралар жасайды. Водный процедура деген ақысыз бір нелерді көрсетеді. Енді сіздің сапаңыз жақсы ғой, ішке тегін шақырып, сіздің мысалы өндіріс болса, өндірісті көрсетесің сапалы екенін, барлығы жаңағы аккуратно бір компанияның логотипіндегі спецовкамен жүр, барлығы дұрыс амандасады, сіздің цехыңыздың тазалығы, соңындағы өнім демекші. Немесе жаңағыдай бір косметолог болса, косметологта егер де сапасы жақсы болса, ол тегін неге шақырса болады, тегін бетіне массаж жасап береді, кремдерін жағып, қызметін көрсетеді. Сол арқылы презентация жасайды да, сөйтіп сатылым алып келеді. Сапа деген сол. Соңғысы жұртшылық байланыс департаменті және де біздің брендбукқа жауап береді. Компания мәдениетіне жауап береді. Қандай киімге, біздің логотиптер қандай болу керек, адаммен дұрыс сөйлей білу демекші. Соның барлығы осы жұртшылық байланыс департаменті соған жауапты. Енді көріңіз, 7 отделение барлық болғаннан кейін, 6 уже барлық жұртшылық байланыспен жасағаннан кейін, қайттан административті бөлімге келеді, сол жерде қайттан жаңа стратегия құрады, масштабқа шығады. Не екінші точка ашу, немесе ұлғайту демекші. Компания ары қарай өсе береді. Бұл жерде тағы аңызда жаңағыдай поток деген бар да, бәріміз естіген шығармыз, кайдзенде поток деген бар. Енді бұның ішінде де өзінің белгілі атқаратын істері бар әр департаментте. Өндіріс бөлімін алатында болсақ, бұл жерде істейтін функциональный обязанностьтар бар. Закупщиктің өзінің бір істейтін функциональный обязанностьтары бар. Өндірушінің өзінің белгілі бір функциональный обязанностьтары бар да, монтаждікі де сол сияқты. Әр функцияның күтілетін ценный конечный продукт бар. Соңғы өнім, соңғы құнды өнімнің атауы болу керек. Көбі осын түсінбейді. Мысалы, ресторанда алатын болсақ, официанттың ценный конечный продуктысы не дейтін болсақ, көбі уақытылы қызмет жасаған дейді. Уақытылы жасаған қызметі дейді. Жоқ, ол олай емес. Официанттың күтілетін нәтижесі ол қайтып келген көңілді клиент. Себебі ол деген жақсы сөз жерде көркем мінезбен уақытылы әкеліп, жақсы қызмет көрсетсе, онда ол клиент не істейді, разы болады да, келесіде сол жерге келгісі келіп тұрады. Сол сияқты әрбір департаменттің, әрбір функцияның күтілетін ценный конечный продуктысы бар да, соның барлығы осы жерде
осы орг схеманың ішінде бар. Одан бөлек бұл жерде мысалы келін атадан бірдеңе сұрауға болмайды демекші, иерархия бар да. Сол сияқты мына жерде командный линия бар, және де коммуникационный линия деген бар. Өндіріс бөліміндегі закупщиктің мысалы компьютерінде картридж бітіп қалса, ол барып директорден сұрамау керек. Ол барады да персоналды басқару департаментіне барады да сол жерден алады жаңа картриджді да. Ол коммуникационный линия. Соның барлығы басында жұмысшыларға түсіндірілу керек та, кім кімнен не сұрауға болады, не сұрауға болмайды. Ол коммуникационный линия. Директорге қарапайым бір ручка керек болса, ол замынан сұрап, замы бөлімше бастығынан сұрап, бөлімше бастығы барып ручканы беретін адамнан сұрап жүрмейді. Директордың өзі тіке барады да, персонал бөліміне барады да, сол жерде или жаңағыдай закупте бола ма, содан барып керек затын алады. Тікелей барады да. Соның барлығы жүйелі түрде түсіндіріліп жасалу керек. Командный линия дегеніміз ол приказы, тапсырмалар, отчеттар бір-бірімен жүреді. Мысалы, директор тікелей қызметкерге барып айтпайды. Бірінші өзінің замын айтады. Замы мастерлерге, бөлімше басшыларына айтады да. Сол секілді. Сосын бөлімше бастығы тікелей өзіне бағынышты қызметкерлеріне сол зат айтылады, приказдар. Ал даған отчеттары дәл сол последовательностьте мастерге, мастер замға, зам директорге айтады. Сондай жүйе болатын болса, бізде компанияда барлығы тәртіпті болады. Басқа компанияларда, көп компанияны алатын болсақ, бізде қазіргі таңда тек қана коммерческий бөлім бар, коммерциялық бөлім. Финансовый деді әлсіздік бар, но бірақ финансында кішкене расчет жасайды, және де өндіріс бөлімі бар. Басқа бөлім жоқ. Стратегиясы әлсіз, HR жоқ, сапа бөлімі жоқ квалификацияда, сосын PR бөлімі жоқ. Сонымен осы үш бөліммен жұмыс жасап, толыққанды дамымай жатыр. Сондықтан біз толыққанды бизнесті жасау үшін осы негізгі 7 бөлім бізде міндетті түрде болғаны абзал. Оны терең айтай берсек, ішінде бірнеше құралдар бар, оны алдағы уақытта басқа тақырыптарда қозғайтын боламын. Ал қазір сізде сұрақтарыңыз туындап жатса, комментарийға жазсаңыз болады, және де сол жерде сілтеме қоям, сол сілтеме арқылы бізге хабарлассаңыз да болады. Видео ұнап жатса лайк басыңдар, біздің каналға тіркеліңіздер, алдағы уақытта құнды ақпараттың барлығы осында болады. Рахмет, қош сау болыңыз.